Саламатсыздар ма, құрметті біздің инста достар, қадірлі көрермендер, құрметті оқырмандар. Бүгін 29 сәуір мен сіздермен тікелей байланысқа шығатын боламын. Барлықтарыңыз телефонның алдына жақсылап тұрып жайғасып алыңыздар. Сәл ғана уақыттан кейін біздің тікелей эфиріміз басталатын болады. Тікелей эфиріміз басталмастан бұрын мен сіздерге сұрақ қойғым келіп тұр. Міне қазір тікелей эфирде мені көріп отырған адамдар болса, сіздерге сұрақ. Сіздердің жалпы алдарыңызға қойған қандай арман мақсаттарыңыз бар? Егер адам болғаннан кейін барлығымыз армандаймыз, алдымызға мақсат қоямыз. Сол арман мақсаттарыңызды осылай пікір астындағы пікірге қалдыруларыңызға болады. Қазақта жақсы сөз бар: армансыз адам, ормансыз бұлбұл дейді. Сонымен алдарыңызға қойған арман мақсаттарыңызды осы пікірге қалдыруларыңызға болады. Мен сіздерді күте тұратын боламын. Сіздердің жауаптарыңыз болғанша. Жаңадан кірген оқырмандарға тағы да айта кетейін. Сіздерге сұрақ қойған болатын. Бұл сұрақтың жауабын астындағы пікірге қалдыратын боласыздар. Сұрақ: қандай арман мақсаттарыңыз бар? Сол сұрақтың шешімін сіздерден күтетін боламын. Жақсылап ойланып алыңыздар. Арман деген бұл үлкен адамды биікке жетелейтін жолдардың бірі деп білем. Сіздер ойланғанша мен сіздерге бір керемет өлең жолдарын оқып берейін. Өмірдің өзі нұр шаша бермес, жарқырап ылғи күн алдан. Сәттер де болар, жол таба алмайтын тұманнан. Көңіліңде сонда болсын тек ұмтылдыратын, жаныңды бұлқындыратын, аласармайтын асқақ, мол арман. Таңдарыңды солай сенім күшпенен жалғасаң, дауылдарға қарсы өршеленбесең, жанбасаң, құрысын ондай тірлігің деген сол оймен жалтақтамаймын, паң басам, асуларым бар алдасам, отты жандардың өшпейтін үміттерімен жалғасам. Өмірге келіп кеткеніңде сенің не мән бар? Жүректерді тербеп, от болып лаулап мәңгі жанбасаң. Арман, арман, арманымды іздеп алғасам. Бұл қазақтың ақыны, батыстың ақыны, соның ішінде атыраулық ақын Фариза Оңғарсынованың мол арман дейтін керемет өлең жолдары болатын. Армандаңыздар, армандар орындалады. Сонымен бүгінгі біздің ертегімізді бастаймыз. Тікелей эфирде мен Ақтөбе облыстық Алақай қуыршақ театрының жас әртісі Рысбеков Дәурен Рыстайұлы. Ендеше дайын болсаңыздар, мен өз ертегімді бастаймын.
Ең алғашқы ертегімнің аты етікші деп аталады. Ендеше сіздер дайын болсаңыздар, мен ертегімді бастаймын. Ерте заманда бір кедей етікші болыпты. Бала шағасы көп екен. Үй ішін асырау үшін ол ел аралап, қобдиын құшақтап жүріп, етік тігіпті. Күндердің күнінде қобдиын қолтықтап, таныс емес бір ауылға аттанады. Бұрын жүрмеген жолы болған соң, етікші адасып кетеді. Түн болады. Ақырында етікші далада жалғыз тұрған иесіз үйге кездеседі. Иесіз қыстаудың ішіне кірген етікші пештің үстіне шығып, қобдиын басына төсеп жата кетеді. Бір уақытта салдыр-гүлдір еткен бір нәрсенің дауысы шығады. Етікші есікке қараса, маңдайында жарқыраған жалғыз көзі бар бір еңгезердей дәу кіріп келе жатыр екен. «Ей, пештің үстінде жатқан қандай адам?» деп сұрайды дәу. Етікші: бұл етікші деп жауап береді. «Бізге керек шебер етікшімісің?» дейді дәу. Содан соң бұйырып: «Кәне, бері кел. Ей, шебер, мына үйге кір. Егер ертеңге дейін бір керемет етік тіксең, жаның аман қалады. Ал егер орындамасаң, басыңды алам», дейді де етікшіні ішке кіргізеді. Дәудің өзі есіктің алдында жатып ұйқыға кіріседі. Етікші ішінен: «Енді өмірім жойылды. Өліп кетсем, бала шағамды кім асырар екен?» деп қатты үрейленеді. Амалы таусылған етікші таң атқанша отырып, ғажайып етік тігеді. Ол тіккен ұшы тіп-тік сүйір, жоғары көтеріліп тұратын етіктің бір керемет қасиеті: аяғына киген адам аспанға қалықтап, ұшып, баратын жеріне лезде жетіп барады екен. Бірақ етікші дәудің оны оңай үйіне жібере қоймасын біліп: «Бәрібір дәу қолынан өлемін. Одан гөрі бұл дәуді өзім өлтірейін», деп өткір пышағын алады. Дәу ұйқыға кетті деген кезде етікші етігін киіп сыртқа шығады. Қалықтап ұшқан күйі қолындағы пышағымен дәудің жалғыз көзін түйреп алады. Мінекей, дәу бақырып: «Ойбай, егер ер болсаң, 2 рет соқ», дейді. Етікші: «Хей, бірде жетер», деп дәудің үстінен ұшып өтеді. Ал дәу жарақаттан табанда көз жұмады екен, дейді. Етікші сыртта тұрып, әрі ойлап, бері ойлап, иесіз үйдің төбесіне шығып түнейді. Таң атқан соң дәудің үйін аралап қарап шығады. Үйдің бір қараңғы жерінде темір сандық тұр екен. Етікші темір сандықты әзер дегенде ашады. Оның іші толған алтын күміс екен. Бұдан кейін етікші алтын мен күмісті керегінше алып, ғажайып етігін киіп, үйіне ұшып кетеді. Дәуден алған байлығының жартысын еліндегі жетім жесірлерге таратып береді. Осылай етікші тұратын ауылдың тұрмыстары жақсарып, мұраттарына жетеді. Ал қартайған кезінде етікшіні оның балалары асырайды екен. Мінекей, бұл ертегіде етікшінің ақылдылығының арқасында, байсалдылығының арқасында әлгі дәудің көзін жойып, оның үйіндегі алтынды алып, және қазақтың жақсы мақалы бар: періште алтын көрсе жолдан таяды деп. Бұл етікші өз жолынан, тура жолынан тайып кетпей, бар қолындағы алтынын өзінің ауылындағы жетім жесірлерге, жағдайы жоқ, жағдайы төмен отбасыларға таратып береді екен. Яғни біздің тілмен айтқанда бұл өте сауапты іс жасайды. Яғни сіздер де осы
керемет айда жақсылық жасауға жарысып, сауапты істермен айналысуларыңызға әбден болады. Бұл біздің ең алғашқы етікші дейтін ертегіміз болатын. Сонымен етікшінің де ертеңі өтіпті. Ендеше сіздерге осы ертегіні оқып болғаннан кейін, ертегі ұнаған болса, біздің келесі ертегіміз де дайын. Ал бұл ертегіміздің аты Елеместің көргендері деп аталады. Ендеше сіздер дайын болсаңыздар, мен де дайынмын. Ертегімізді бастаймыз. Ертеде бір кедейдің 3 баласы болыпты. Әкесі өлгесін жетім қалған балалары азып тозып кетеді екен. Жетім балалар күн көру тәсілін іздейді. Сонымен балалар бір күні жолға шығады. Жолда келе жатқанда олардың алдынан 2 жол кездеседі. Біреуі барса келмес, ал екіншісі барса келер. Елеместі барса келмеске жібереді де, өздері болса барса келермен, ағалары барса келермен жолға кетеді. Келе жатқан Елеместің алдынан бір көкжал қасқыр кездеседі де, Елемеске тап береді. Сонда Елемес қасқырға: «Ей, жегенің ас болсын» дейді. Қасқыр: «О, достым, бұл менің құлағыма бірінші тиген жылы сөз. Бұдан бұрын кез келгендер маған жегенің ас болмасын дейтін еді. Мен оларға ерегесіп тезірек өлтіретін едім. Сондықтан бұл жол барса келмес деп атанған. Мен енді сенімен дос боламын да, өлгенше саған көмектесемін» дейді. Міне. Сөйтіп қасқыр кетіп қалады. Елемес одан ары жүре береді. Елемес келе жатса, алдынан үлкен бір қала көрінеді. Сол қалаға келіп, Елемес ас ішіп, тойынып, адам болады. Бір күні жер қазып, жұмыс істеп жүрген Елеместің күрегіне бірдеме ілініп қалады. Қараса, алтын екен. Алтынды көрген Елемес одан әрі қатса ат басындай алтын тағы шығады. Бір күні Елемес ұйықтап жатса түс көреді. Түсінде ағаларының халдері нашар екен. Ол түсінен шошып оянады. Ит тойған жеріне, ер туған жеріне деуші еді. Осы байлықты жалғыз өзім көргенде не болады? Не болса да ағаларыммен бірге көрейін деп тұра көшеді. Көшіп келе жатып, баяғы 2 жол айырылатын жерге келгенде өзінің ағалары кездеседі. Ағалары әбден жүдеп, үсті бастары азып тозып кеткен екен. Елемес ағаларына киім, тамақ беріп әбден тойдырады. Бірақ бұл жасаған жақсылығын ағалары білмейді. Олар Елеместі күндеп, қалайда өлтіруді ойлайды. Көп кешікпей ақ олар Елеместі өлтіреді де, оның бар мал мүлкін алып кетеді. Бір күні баяғы қасқыр келе жатса, алдында бір топ қарға бір қонып, бір ұшып шуылдап жүр екен. Қасқыр: «Бұл не?» деп қарға үймелеген жерге келсе, баяғы өзінің досы өліп жатыр. Енді не істеу керек? Қасқырға бір ой түседі. Ол тез жата қалып, жер бауырлап жылжып барып, қарғалардың арасынан патшасын ұстап алады. Барлық қарға: «Қар, патшамызды босат!» деп шулап қасқырға жалынады. Сонда қасқыр қарғаларға: «Егер сендер адам тірілтетін шөп әкелсеңдер, босатамын» дейді. Қарғалар мақұл деп қарқ-қарқ етіп адам тірілтетін шөп іздеп жан-жаққа ұшып кетеді. Қарғалар жер көкті қоймай қарап, ақыры өлдім талдым дегенде бір жерден адам тірілтетін шөпті тауып алып, қасқырға алып кеп береді. Міне, шөпті қасқыр алғаннан кейін қарғаларға: «Егер осы шөптен адам жазылса, патшаларыңды босатамын. Жазылмаса,
қайта іздейсіңдер дейді. Шөпті суға салып жұмсартып, Елеместің аузына салғанда, Елемес атып түрегеледі. Елемес есін жиып қасқырға рахмет айтып, тағы да ағаларын іздеп шығады. Келе жатса, алдынан ауыл көрінеді. Келсе, ағаларының үйі. Елемес келіп, үлкен ағасының үйіне кіріп барса, өзінің әйелін көреді. Әйелі Елеместі көріп талып қалады. Енді әрі қараса, әйелінің ірге жағында жатқан ағасын көреді. Ағасы ұйықтап жатыр екен. Ызаланып келген Елемес ашуын тоқтата алмай, ағасының тамағынан ала түседі. Қылғындырып, ағасын өлтіріп қояды. Енді кіші ағасының үйіне келсе, ағасы сыртта жүр екен. Елемес ағасы танымаған кісі болып сәлем береді. Бұл ағасы інісін танымағанмен үйге кір деп үйіне апарып Елеместі сыйлайды екен. Ет жеместен қонақпен сөйлесіп отырып, Елемеске бар сырын айтады. Ол былай дейді: бір ініміз бар еді. Сол інімді ағам өлтірек деп қоймаған соң екеуміз өлтірдік. Сол інімді ағамның тілін алып көмбей кетіп едім. Соны енді іздеп, сүйегін көміп келейін деп, басына қоятын құлпытас жасап отырмын, дейді. Сонда Елемес кіші ағасына өзін таныстырып, өзінің басынан өткен халды айтып береді. Сөйтіп ағайынды екеуі татуласып, жылап көріседі екен. Мінекей, бұл Елеместің көргендері дейтін керемет ертегі болатын. Құрметті достар, құрметті оқырмандар, бұл ертегіде Елеместің сондай қайтпас қайсарлығының арқасында, батылдығының арқасында, батырлығының арқасында әлгі көкжал қасқырмен, қасқыр оның барлық айтқан дегенін істеп, көкжал қасқыр оны тірілтіп алады. Сонда да Елемес өзінің ағайынына деген жанашырлығының арқасында, оларды қатты ойлап, жерден алтын тауып да ол алтынды мен ағаларыммен бөлісейін, міне керемет жазылған жері бар, ит тойған жеріне ер туған жерінде деуші еді деп ағаларын ойлап, олар ағаларына деген жанашырлығының арқасында олар ағасына қайтып келеді. Ал оның ағалары Елеместі олай іні ретінде, жанашыр іні ретінде санамағаны өте өкінішті. Құрметті достар, сіздер де үйлеріңіздегі аға апаларыңызды, іні қарындастарыңызды құрметтеп, олардың тілін алып, айтқан нәрселерін жасап жүрсеңіздер өте дұрыс болушы еді. Себебі қазіргі қоғамда, қазіргі заманда дос деп бір-біріне дос болатын адамдар өте азайып бара жатыр. Сондықтан достығымыз ешқашан ажырамасын, достығымыз нығая берсін. Мұқағали Мақатаев, яғни қазақтың мұзбалақ ақыны Мұқағали Мақатаевтың «Дос болам десең» деген керемет өлең жолдарын тартып етейін, қабыл алыңыздар. Дос болам десең. Дос болам десең, досымды сыйла, қымбаттым. Досыңа сонда досыммен ғана қымбатпын. Дос болам десең, мендегі доспен достасқын. Сендегі доспен дос болып сонда тұрмақпын. Достарың көп пе? Апырау, неткен жақсы едің. Досым аз менің. Досым-ау, мұның тапшемін. Достарың менен достастыр мені, асылым, достастыр мені, болайын құлың нақ сенің. Достыққа жүрмін. Достыққа жүрмін құмартып. Өлгелі жүрмін өзіме өзім мін артып. Жауыздың барып жанына жолдас болғаннан, достардың барып ауласында өлген мың артық. Бұл Мұқағали атамыздың
дос болам десең деген керемет өлең жолдары болатын. Достығымыз ешқашан ажырамасын. Достың да досы бар. Бір дос қораңнан мал шыққанша, екінші дос кеудеңнен жан шыққанша дейді. Кеудемізден жан шыққанша жанымызда бірге болатын жолдастарымыз, достарымыз көп болсын. Енді келесі ертегімізге кезек берейік. Біздің келесі ертегіміз қазір ханның тілсіз баласы деп аталады. Ханның тілсіз баласы. Ендеше сіздер тыңдауға дайын болсаңыздар, мен сіздерге оқып беруге әзірмін. Ертегімізді бастаймыз. Бұрынғы өткен заманда бір хан болыпты. Ол ханның жалғыз ақ баласы болыпты. Баланың басқа шаруаға кемдігі жоқ. Құлағы естиді, көзі көреді, бірақ сөйлемейді. Тілі жоқ. Хан жалғыз баласының тілі жоқтығына ішінен қайғырып, бір күні халқын жинап алып, барлық жиналған халқына: кімде-кім менің баламды сөйлетсе, мен сол кісіге өгіз тұлыппен алтын берем, деп жан-жаққа жар салып хабар шашты. Бір күні сол хабарды естіп, бір қарт адам ханға келіпті. Тақсыр хан, сенің шақырған хабарыңа келдім. Сен айтқан уәдеңде тұрсаң, мен сенің балаңды сөйлетем дейді. Хан айтпайды. Айтса айтқаннан қайтпайды деген қайда? Ханның сөзінде екілік болмайды. Баламды сөйлетсең, тағы да астыңа ат мінгізіп, үстіңе шапан кигізем дейді. Міне, жақсы. Олай болса, ел жұртыңды жина. Мен айтатынымды сонда айтам дейді. Хан жақсы болды деп уәзірлерін атарман, шабармандарын шақырып алып, жан-жаққа ат шаптырып, халқын жияды. Хан халқын жинап алып: мынау менің қарт қонағым, менің баламды сөйлетем дейді. Мен сендерді оның үшін, сол үшін жинап отырмын. Осы қарттың сөзін тыңдаңдар, депті. Хан: қонағым, енді кезек сенікі. Сен сөзіңді бастай бер, депті. Сонда қонақ сөз бастапты. Хан, халқың тегіс жиылды ма? Екінші, мырзаңды менің қасыма жақындатып әкеліп қой. Құлағы естиді депсіңдер, сөйлемесе де естіп отырсын, депті. Халық жиылды да, мырза да, халық жиылды, мырза, сенің сөзіңді тыңдайын деп қасыңа әкеліп отыр. Қонағым, сөйле, депті. Сонда қонақ қарттың сөйлеген сөзі: бұрынғы уақытта бізден бұрын 4 ханның өмірі өткен екен. Бірінші ханның айшылық жерді алды аттайтын бір аты болыпты. Екінші ханның дүниенің жүзін тегіс көретін шар айнасы болыпты. Үшінші ханның дуагөй, өлгенді тірілтетін молдасы болыпты. Төртінші ханның бір айдан ару, сүттен сұлу, көрген кісі кете алмайтын, алдынан көлденең кесіп өте алмайтын бір сұлу қызы болыпты. Қатарындағы 3 хан да сол қызға ғашық болып, үшеуі де сұлу қызға жаушы жіберіпті. Хан қызын мына ханға берейін десе, ана хан қорқып, ана ханға берейін десе, мына хан қорқып, 3 ханның елімен жау болатынын біліп, еш қайсысына бере алмай, хан қызын темір үйге салып бағыпты. Бір хан алып қашып кетсе, пәлеге қалам деп сөйтіп жүргенде, ханның қызы жарық дүниеге шыға алмай, теңнен ойнап күле алмай, бұл азапқа көне алмай, қыз құса болып, сары ауру болып, өлер халге келіпті. Қыздың осындай халге келген қатарындағы 3 ханда тексеру салып біліп те отырыпты. 3 хан бірігіп, өздерінше уәде қылыпты. Осы қызды өлсе де біз алайық. Тірілтіп алып үшеуміздің біріміз аламыз деп
дүние жүзін көретін айнасы бар ханға тапсырып қойыпты. Айнасы бар хан бір күні қарап тұрса, қыз өлер халде жатқан. Ана екі ханға хабар беріп, айнаны, атты, молданы үшеуін бір жерге қойыпты. Қыз өлген сағатында қызды барып тірілтіп алып кел деп, бір уақытта айнаға қарап тұрса, қыз өліп, ата-анасы оң жаққа салып жатқанын көреді. Айнамен көреді. Айшылық жерде алты аттайтын атқа молда мінеді. Оң жаққа салып қойған қызға барып молда: хан тақсыр, сенің қызыңа ғашық, 3 хан жіберді. Мен қызыңды тірілтемін. 3 ханның ортасына алып барамын. 3 хан өздері шуылдасып біреу алады. Сізге наразылығы жоқ, анаған бер де, мынаған бер деген дейді. Міне, сонда қыз әкесі хан айтады: шырағым молдажан, бұл қыз бізден кетті. Енді обал сауабы өзіңдікі. Не қылсаң да өзің біл. Молдекең жарар деп басын көтеріп, өліп жатқан қыздың басына барып бір дұға оқып еді. Қыз басын көтеріп, қатты ұйықтап кетіппін ғой деп түркеледі. Молдекең қызды киіндіріп алып, айшылық жерді 6 аттайтын ала атқа мінгестіріп алып, 3 ханның ортасына әкеп береді. Молда қызды тірілтіп әкелген соң, 3 хан біріне бірі қия алмай даулы болып жатыр. Қане, жиылған халық осы 3 ханның қайсысы алуға тиіс деп, ханның қонағы көпке сөз беріпті. Ханның қол астына жиналған көп халық біреуі: айна иесі хан алуға тиіс. Біреуі: жоқ, ат иесі ханға тиіс депті. Көп халық жамырасып, сөзді бір жерге қоя алмапты. Ақыры ханның уәзірлері де уәзірлеріне салыпты. Олар да айырып айта алмапты. Ханның өзіне де кезек келіпті. Хан да айыра алмайды. Айнасыз көре алмайды. Атсыз бара алмайды. Молдасыз тірілте алмайды. Үшеуінің қайсысы алады деп халық та, уәзірлер де, хан да айта алмай дағдарысып тұрғасын, ханның тілсіз баласы: мен айтайын деп орнынан ұшып түргеледі дейді. Сонда ханның баласының айтқан сөзі: айнамен көргеннен не пайда? Бір өлген кісіні көрді де қойды. Атымен барғаннан не пайда? Бір өлген кісіге барды. Бұл қызды өлгеннен тірілткен молда иесі хан алуға тиіс депті. Бұрын хан қарасы сөйлете алмай тұрған мырзасы сөйлегеннен кейін хан қарасы шу ете түсіпті. Хан баламның тілі шықты деп қол астынан тегіс шақырып, той қылып, баласын сөйлеткен қарт қонағына өгіз тұлып алтынын беріп, ат шапанын беріп жөнелтіпті. Хан бір күндерде баласын шақырып сөйлесейін деп сөз сұраса, тағы сөйлемейді. Міне, тағы хан түсінбе, өңінбе деп тағы қайғыда болады. Тағы уәзірлеріне тапсырады: баламның сөйлегенін естіген кісіге ат басындай алтын берем дейді. Ханның ат басындай алтын алам деп, ханның уәзірлері, құлдары, ханның баласы қанша сөйлер екен деп сыртынан бағып та жүріпті. Бір күні ханның баласы отауында ұйықтап жатса, ерте күн шығар шықпаста үйдің үстінен 2 қаз қаңқ етіп өте беріпті. Ханның тілі жоқ баласы өте мерген екен. Үйінде керегенің басында тұрған мылтығын алып, үйден жүгіріп шығып, ұшып бара жатқан қазды мылтықпен тартып қалғанда, қаздың біреуі жерге дүмп ете түсіпті. Сонда ханның тілсіз баласы қазға айтыпты: үндемесең құтылып едің, үндемеймін деп тұтылдың-ау депті. Ханның есік алдында қызмет қылып жүрген бір құлы естіп қалады да, ханға жүгіріп барып: балаң сөйледі деп, ханнан сүйінші сұрап, ханның ат басындай алтынын алыпты. Хан бір күндері баласын тағы шақырып алып сөйлесейін десе, баласы тағы сөйлемейді.
өтірік сөйледі деп ат басындай алтын алған құлын шақырады. Хан шақырғасын амал бар ма? Құлы ханға келеді. Қандай құлым, менен өтірік айтып ат басындай алтынымды алдың. Тез әкеліп алтынымды орнына қой. Өзіңді жазалаймын дейді. Я болмаса баламды алдым әкеліп сөйлет дейді. Міне осындай екі талап қояды. Бұл байғұс ханнан қорыққаннан орнынан тұра жүгіріп ханның баласына келеді. Ханның баласы құлдың сөзін тыңдамайды, жөніне жүре береді. Құл не қыларын білмей ханның алдына қайда келе алмайды. Хан уәзірлерін, жендеттерін шақырып алып, ана менің пәлен деген құлымды әкеліп жазалаңдар деп жендеттеріме әмір қылады. Жендеттері айтқан құлын іздеп тауып алып, мойнына шынжыр салып, ханның дарына қарай сүйреп жөнеледі. Құлдың ойланбаған даусын естіп, ханның тілсіз баласы жендеттеріне жүгіріп келіп, мына құлымды босат деп ымдайды. Жендеттер оған болмағасын ханға мен де барам дейді. Жендеттер мұнысы мақұл болар, ханның алдына апарайық дейді. Сонымен жендеттер ханның алдына құлды апарады. Артынан ханның баласы да келеді. Ханның баласы келіп тағы да құлды босат деп ымдайды. Оған да босатпайды. Хан баласы не қылар екен деп тұрады. Хан, барыңдар, жазалаңдар деп жендеттерге бұйырады. Жендеттер сүйреп ала жөнеледі. Ханның баласы, тұра тұрыңдар, бұл жазықсыз деп ұстай алады. Ханның баласы ханның алдына келіп сөйлейді. Мен үйде жатқанымда екі қаз қаңқ-қаңқ етіп ұшып бара жатқанын естіп, үйден мылтығымды алып шығып, қаздың біреуін атып түсірдім. Сонда сөйлеуім рас. Үндемесең құтылып едің, үндемеймін деп тұтылдың-ау дедім. Бұл құлдың айтқаны рас, мұны босатыңдар, деп құлды босаттырады. Және менің тілім бар, бірақ сөйлемеймін. Басқа пәле тілден деген, қаз үндемей құтылатын еді. Сол секілді сөйлесем, мен де пәлеге қалам деп сақтанып сөйлемеймін, деп ханның баласы сөздің артын қысқартыпты. Шынында да 10 пәленің 9-ы тілден келеді. Сондықтан тіліміз, шұбатылған тіліміз бар деп аузымызға келгенде айтып сөйлей бермегеніміз дұрыс. Мына ханның баласы секілді әр нәрсенің өзінің орны болады, әр нәрсе өзінің орнымен айтылған дұрыс. Сондықтан мен де сізге көп сөйлемейін. Сонымен біздің берілген уақытта міне жақындап қалды, таяп қалды өз уақытына. Сонымен біздің ертегіміз осымен өзінің мәресіне жетті. Жалпы ертегіні сіздерге не үшін оқимыз? Ертегі, бұл ертегіден өздеріңізге алатын пайдалы нәрселер болады. Ертегідегі кейіпкерлерге ұқсап немесе ұқсамауларыңызға болады. Ертегіде кейіпкерлер, кей ертегіде батырлар, батыл адамдар кездеседі. Кей ертегіде жағымсыз кейіпкерлер де кездесіп жатады. Сондықтан бұл ертегіні босқа ғана тыңдап қалмай, өздеріңізге түйіп алатын нәрселер болғаны әбден дұрыс. Сонымен біздің ертегімізде өз мәресіне жетті. Мен Алақай Қуыршақ театрының актері, жас актері Рысбеков Дәурен Рыстайұлы сіздермен келесі ертегіде, келесі онлайн ертегіде кездескенше қоштасатын боламын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, армандаңыздар, арман мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Арманды әлбетте орындалатын болады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі кездескенше бай, қуатты болайық. Сау болыңыздар.